Сәлем достар, бүгін бізде влог болады, менде влог болады. Мен ертең, таңертең қыздарымен, точнее, менің нағашылармен бірге, бәріміз бірге ауылға баратын боламыз. Жаз келген соң енді барлық балалар сөйтіп ата-әжесіне ауылға баратын шығар, сондықтан бізде сөйтіп ауылға барамыз ертең. Және де соған мен бүгін ауылға қандай киім апаратынымды және сумкамды көрсететін боламын. Қандай киімдер аламын, өзімен бірге қандай заттар аламын, соны сіздермен бірге көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, соңына дейін көріңіздер. Міне достар, мен өзімен бірге осындай сумка алатын боламын, өте дәу. Осындай киімдер жетті деп ойлаймын, осыған сияды киімдерім. Және де өзімнің қолыма осындай қара сумка алатын боламын. Маған енді осы сумка қатты ұнайды өзіме. Осындай скромная, вместительная. Міне достар, менде осыншама киім шықты. Мен осы киімдердің бәрін алға кетім боламын. Қазір бәріне обзор жасап кететін болсақ, осы ақ футболка. Бұл менде және де осындай қоңыр түсті шорты бар. Және де осындай қоңыр түсті шорты. Мен бұны жолға шыққанға кетім боламын. Таңертең осыны кетім боламын. Бұны мен ошаққа қоядым, бұны сумкаға салмайтын боламын. Міне осындай шалбар. Және де аяқта тұрған ақ футболка. Бұл мен жататын кезде пижамам болатын болады. Ұйықтар алдындағы. Сондықтан бұны біз қазір салатын боламын. Менде осындай футболка. Және де ол астымен. Бұл өзінің шалбарымен келеді. Сол шалбарды екеуін бірге кетім боламын. Бұны қазір салатын боламын. Осындай көк түсті толстовка. Ауылда өзіңіз білетіндей қала секілді емес, суық болады. Бірақ күндіз жылы болады да, түнде 6-дан кейін әрине міндетті түрде суы бастайды. Сондықтан осындай жеңі бар киім алу керек. Бұны мен осындай джинсымен киюге де болады. Және де осындай штанымен. Міне осындай осы екеуімен де кие беруге болады. Бұны мен өсіп саламын. Мен осындай штаны. Бұл мен осындай футболка киюге болады. Сондықтан бір-бірімен қосып кие беруге болады. Және де достар, осындай тарақ алатын боламын. Тарақпен шашымды тараймын. Және де осындай кішкентай сумкама мен біз щеткасын алатын боламын. Крем аламын. Осындай телефон зарядкасын алуды ұмытпаймыз. Және де ішінде міндетті түрде ақша саламыз, телефон саламыз. Достар, және де менің қолым тез жарылып кете береді. Сондықтан соған қарсы осындай крем бар. Соны міндетті түрде ұмытпауымыз керек. Әсіресе ауылда көп ыстық су жоқ. Бәрі мұздай, тастай, немесе суық, сондай сулар болады. Сондықтан менің қолым міндетті түрде шыртылатын болады, жарылып ашиды.
күндіз ыстық болады, күн шығып тұрады. Бетіміз күнде киіп кетпеу үшін, загар көп қаталмау үшін осындай кепканы міндетті түрде киюіміз керек. Және де достар, менде алда әлі талай влогтар шығатын болады. Сондықтан ауылға барар жолдағы влог, ауылдағы қызықты күндеріміз, сәттеріміз міндетті түрде видеоға түсіретін боламын. Күтіңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Лайк басып, комментарий қалдырып, маған жазылып кетіңіздер. Сіздермен болған Мерей. Баршаңызға сау болыңыздар.